Сәлеметсізбе? Қазақтың ұлттық өнерін насихаттайтын арнаға қош келдіңіз. Құрметті достар, мен қайтадан оралдым. Яғни ұбт-ымды, көптеген құжаттарын тапсыру сияқты мәселелердің барлығын өткізіп алдым. Осы жылы, яғни 2021-2022 оқу жылында мен 11 сынып болғандықтан, ұбт тапсырғандықтан видеоларды көп түсіре алған жоқпын. Алайда енді демалыс басталды. Бәрін енді қолға алып жатырмын. Сіздер қалаған әндерге мен міндетті түрде видео сабақ шығарамын. Сіздер жазған комментарийдің барлығын мен оқып отырамын. Кезекті әндерге видео сабақтар күтіңіздер. Менің арнамда видео сабақтар үзілмей шығып отыратын болады. Ендігәрі өте көп шығатын болады. Яғни аптасына 2-3 реттен видео салуға тырысатын боламын. Ол үшін әрине сіздердің қолдауларыңыз керек. Дәл қазір өзіңіздің домбыра тартып үйренгісі келетін достарыңыз, жақындарыңыз болса, менің видео сабақтарымды тарата отырыңыз. Қазақтың домбырасын бірге әлемге таныта берейік. Және өзіңізде лайк басып, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, және комментарий жаза отыруды ұмытпаңыз. Ендеше бүгін өздеріңіздің өтініштеріңіз бойынша Шәмші атамыздың тағы бір әнін домбырада үйретемін деп шештім. Ол әнім сен едің атты өте керемет ән. Өз басым Шәмші атамыздың осы әнін өте қатты жақсы көремін. Айтылғанда да өте керемет. Сіздер үшін караоке қылып домбыраны, келесі видеоны домбыраны тартып тұрамын, ал сіздер айтатын қылып караоке, жанды дауыста караоке қылып саламын видео. Және осы сабақта әнім сен едіңді домбырада толық тартып үйретемін. Видео сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Егер сіз менің арнама жаңадан қосылып отырған жан болсаңыз, дәл қазір айта кетейін, менің арнама кіріп көріңіз. Көптеген қазақша әндерге түсірілген видео сабақтар бар. Оның ішінде халық әндері, дәстүрлі әндері, абай әндері, Шәмші әндері және заманауи той әндері сияқты көптеген әндер бар. Барлығын кіріп көріп үйренсеңіз болады. Өте түсінікті видео сабақтар. Сіздер үшін сандық нотамен, оңай тілмен үйретемін. Дәл қазір сіз осы видео сабақта да толық түсінікті болу үшін сізге мынаны білсеңіз болғаны, міндетті түрде қарап алыңыз. Менің үйретуім бойынша домбыраның ең жоғарғы жағында тұрған перне бұл 0 болып есептеледі. Яғни кейбіреулер бұны 1 деп ойлайды, ал мен бұны 0 деп есептеймін. Ал мына ақ нүкте тұрған осы бірінші перне деп айтамын. Осыны жаттап алыңыз, одан кейін әрбір перне ары қарай кете береді. Мынау 1 болса, мынау 2, мынау 3, мынау 4, мынау 5, мынау 6 деген сияқты. Мен дәл қазір сізге 6-ны бас десем 6-ны, 2-ні бас десем 2-ні, 4-ті бас десем 4-ті шатаспай басып отырсаңыз болды. Қалғанын жаттап аласыз. Әнде қайталау өте көп, домбырада үйрену өте оңай. Сізге түсінікті болса, әнді үйренуді бастайық. Ең алдымен жалпы әннің қағысы төмен, жоғары, яғни алма кезек қағысы өте оңай. Яғни бірінші төмен, кейін жоғары, төмен, жоғары. Үнемі осы қағысты шатаспай алма кезек қылып қағып отырыңыз. Енді домбыраның құлақ күйі туралы да айта кетейін. Мен дәл қазір өзімнің даусыма сәйкес астын соль, ал үстін ре қылып дұрыстадым. Асты соль, үсті ре. Ал егер сіздің даусыңыз төмен жаққа қарай барған кезде, қазір әнді айқайлап айтқан кезде жететін болса, онда астын ля, ал үстін ми қылып дұрыстасаңыз болады. Ең алдымен әдеттегідей әнді домбырада толық орындап көрсетемін. Жалпы тартылуына, айтылуына міндетті түрде мұқият мән беріп тыңдап отырыңыз. Көзіңнен кеттің ұмытып, мәңгі ұмыттың шірін ізден қой нәзік үміттің. Кеттің ұмытып, мәңгі ұмыттың шірін ізден қой нәзік үміттің. Әнім сен едің кешке салатын, судан шашаным ләззат табатын, шамын
аяулым, сендей бақытты қайдан табармын? Ақтар гүлдеді біздің қырдағы, жаңбыр жауды да көктем жырлады. Өткен күндерден бүгін жоқ белгі, тұрып қасыңда көрдім көктемді. Өткен күндерден бүгін жоқ белгі, тұрып қасыңда көрдім көктемді. Тағы келді ғой құстар ән салып, тұрмын оларды жалғыз қарсы алып. Сенсіз таң атты, сенсіз батты күн, мәңгі ұмыттым мені шаттығым. Сенсіз таң атты, сенсіз батты күн, мәңгі ұмыттым мені шаттығым. Егер дәл осы Шәмші атамыздың керемет әнін сіз де домбырада толық үйренгіңіз келсе, видео сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Жалпы әнде 4 шумақ бар. Соның бірінші шумағының бірінші қатарындағы сөздері құрбым, жан құрбым, бала кезімнен. Осы сөздерді домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен құр деген сөзді біз ашық, ешқандай пернені баспай, бір қағыс ойнап айтамыз. Былай болады. Құр. Бым деген сөзді айтатын кезде 6-шы пернені басамыз. Мінекей 6-шы перне, бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Бым. Жан деген сөзді айтатын кезде 4-шы пернені ұстаймыз. Мінекей бірінші саусақпен ұстадым, бір қағыс қағамыз. Жан. Құр деген тағы да сөзді 2-ші пернені ұстап тұрып айтамыз, бірінші саусақпен бір қағыс қағамыз. Құр. Келесі бым деген сөзді 4-ші пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып айтамыз, ал бас бармақ 2-ші перненің жоғары жағында осылай тұра береді. Сонда былай болады. Және осы жерде тұрып біз 4 қағыс қағамыз. Алма кезек 4 қағыс. Осылай болды. Мұқият қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Келесі ба деген буынды айтатын кезде 2-ші пернеге қайтадан ұстап тұрамыз, бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Ба. Ла деген сөзді айтатын кезде 1-ші пернеге қарай жылжимыз, бір қағыс, бірінші саусақпен ұстаймыз. Ла. Келесі ке деген буынды айтатын кезде 2-ші пернені 2-ші саусақпен ұстаймыз да бір қағыс қағамыз. Кө. Нім деген буынды айтатын кезде 4-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз да жаңағыдай осылай бір қағыс қағамыз. Нім. Ең соңғы кезім нен деген буынды айтатын кезде 6-ші пернені жаңағыдай кішкентай саусақпен ұстаймыз, бас бармақ 4-ші перненің жоғары жағындағы шекті осылай басып тұрады. Және осы жерде тұрып біз 4 қағыс ойнаймыз. Алма кезек. Нен. Осылай. Енді сізге түсінікті болды деген ойдамын. Бірінші қатарды толық үйрендік, жай тартып үйрендік. Енді бірге тартып көрейік, менімен ілесіп тартуға тырысыңыз. Бірінші қатар. Құрбым, жан, құрбым, бала кезімнен. Осылай. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Бірінші қатарды толық қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Енді түсінікті болса, келесі 2-ші қатарға көшейік. Бұл қатарда өте оңай, қиын емес. Бұл
бұл сөздері бақыт көріп ем қара көзіңнен. Осы сөздер домбыраға саламыз. Өте керемет сөздер. Ең алдымен ба деген буынды ашық бір қағыс ойнап айтамыз. Ешқандай пернені баспай бір қағыс. Ба, қыт деген буынды айтатын кезде 6-шы пернені жаңағыдай ұстаймыз. Дәл жаңағы бірінші қатардың басын қайталаймыз негізі. Қыт деген сөзді 6-шы пернені ұстап айтамыз. Bir қағыс. Қыт. Кө деген буынды 4-ші пернені ұстап бір қағыс қағамыз. Кө. Ріп деген буынды айтатын кезде 2-ші пернені ұстаймыз. Bir қағыс. Ріп. Ем деген буынды айтатын кезде дәл жаңағыдай 4-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз да, және 4 қағыс қағамыз. Алма кезек. Ем. Және келесі қа деген буынды айтатын кезде 2-ші пернені ұстаймыз. 1-ші саусақпен бір қағыс. Қа. Ра деген буынды айтатын кезде 4-ші пернеге қарай жылжимыз. 1-ші саусақпен ұстаймыз да осылай бір қағыс қағамыз. Ра. Кө деген буынды айтатын кезде 6-ші пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз былай. Мінекей бір қағыс. Кө. Зің деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені 2-ші саусақпен ұстаймыз осылай. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Зің. Және ең соңғы нен деген буынды созып айтамыз. Оны айтатын кезде 9-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Ал бас бармақ жаңағы 7-нің жоғар жағындағы пернені осылай басып тұра береді. Осылай ұстадық. Және осы жерде тұрып 4 қағыс қағамыз. Алма кезек. Мен. Осылай. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Осымен 2-ші қатарда аяқталды. Өте оңай. Бірге тағы да тартып көрейік. Мұқият қарап отырыңыз. Бақыт көріп ем қара көзіңнен. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. 2-ші қатар осымен аяқталды. Енді әп сәтте 3-ші қатарға да келіп жеттік. Есіңізге сала кетейін, осымен әннің ортасына да келіп жеттік. Менің арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір подписаться деген кнопканы басып тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Әйтпесе мені жоғалтып алуыңыз мүмкін. Келесі видео сабақтарды бірінші көру үшін міндетті түрде жанында тұрған қоңыраушаны жағып қойыңыз. Келесі 3-ші қатардың сөздері. Кеттің, ұмытып, мәңгі ұмыттың. Осы сөздерді домбыраға саламыз. Ең алдымен біз кет деген сөзді 6-шы пернені 1-ші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Кет. Келесі тің, ұмытып деген сөздерді 11-ші пернеге қарай жылжып айтамыз. Яғни біздің 11-ші пернеміз міне мұнау. Осыны кішкентай саусақпен ұстадым, ал бас бармақ 9-шы перненің жоғар жағында кішекті басады. Мынау 11 кішкентай саусақпен ұстадым, бас бармақ 9-ы осылай жабады жоғар жағын. Енді осы жерде тұрып тің, ұмытып деген сөздерді айтамыз. Оны айтатын кезде 7 қағыс қағамыз. Барлығы алма кезек. Ұмытып кетпеңіз, шатаспаңыз. Жаңа кет деп біз төмен қарай бір қағыс қақтық. Енді тің, ұмытып. Осылай 7 қағыс қағамыз. Және осы жерден ары қарай мәң деген буынды айтатын кезде 9-шы пернені 1-ші саусақпен ұстай қаламыз. Осылай. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Мәңгі деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс қағамыз. Г. О деген буынды айтатын кезде қайтадан 9-ға барамыз. Оны 1-ші саусақпен ұстаймыз да төмен қарай бір қағыс қағамыз. О. М деген буынды айтатын кезде 11-ші пернені дәл жаңағыдай кішкентай саусақпен осылай ұстай қаламыз. Бас бармақ осы жерде тұрады. Және бір қағыс қағамыз. М. Және ең соңғы тың деген буынды айтатын кезде 6-шы пернені 1-ші саусақпен ұстаймыз осылай. Және осы жерде тұрып 4 қағыс қағамыз. Алма кезек. Тың.
Жалпы осымен біз үшінші қатарда әп-сәтте домбырада толық тартып үйрендік. Енді бірге тартып көрейік, жай орындаймыз, мұқият менімен бірге ілесіп тартуға тырысыңыз. Кеттің ұмытып мәңгі ұмыттым. Осылай. Осымен үшінші қатарда аяқталды. Келесі ретте төртінші ең соңғы қатарға кезек келді. Оның сөздері: жібін үздің ғой, нәзік үміттің. Осы сөздерді домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Ең соңғы қатар, соңына дейін шыдап көріңіз. Ең алдымен біз ж деген буынды төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Ж. Бін деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс. Бін. Өз деген буынды айтатын кезде жетінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Өз. Дің деген буынды айтатын кезде тоғызыншы пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз осылай. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Дің. Ғой деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Және осы жерде тұрып төрт қағыс қағамыз. Алма кезек. Ғой. Келесі нәзік нә деген буынды айтатын кезде төртінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Нә. Зік деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз осылай, бір қағыс қағамыз. Зік. Ö деген буынды айтатын кезде екінші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен бір қағыс. Ö. Мэт деген буынды айтатын кезде бірінші саусақпен бірінші пернені ұстаймыз, бір қағыс. Мэт. Және ең соңында тің деген буынды айтатын кезде ашық ортаны ойнаймыз. Егер ортаны ұстай алмайтын болсаңыз, жай ғана ашық сегіз қағыс ойнаймыз. Осылай. Сізге түсінікті болып деген ойдамын. Енді төртінші қатарда соң бір рет жай орындап көреміз. Мұқият менімен бірге ілесіп тартуға тырысыңыз. Жалпы былай болады. Жібін үздің ғой, нәзік үміттің. Жалпы әнді осымен толық домбырада үйреніп аяқтадық. Сіздер үшін бір рет толық жай орындап көрсетемін, сөзін айтпай, жай әуенін. Сіздер де дәл осылай шықты деген ойдамын. Мұқият тыңдап, салыстырып көріңіз. Осылай біз әннің толық әуенінің барлығын үйрендік. Бірінші шумақты толық домбыраға салдық. Өзі вообще 4 шумақ еді. Соның біріншісін домбыраға салдық. Енді екіншісі де, үшіншісі де, төртіншісі де дәл осы әуен қайталана береді. Домбыраны тартқан әуен қайталана береді. Тек сөздері ғана басқаша. Оны орнына қойып өзіңіз дұрыстап айтасыз. Жалпы әнді толық үйренгенмен енді оның құрылысын соңына дейін көріп тыңдап келдіңіз. Жалпы қалай айтамыз әнді? Ең бірінші мен жаңа байқасаңыз проигрыш деген нәрсе ойнадым. Яғни
бірден сөзін айтып кетпей, жай ғана әуен ойнаймыз. Ол әуен біздің қазір ғана үйренген ең соңғы екі қатар. Яғни, мысалы, бірінші қатардың кеттің ұмытып, мәңгі ұмыттың, жібін үздің ғой, нәзік үміттің деген ең соңғы екі қатар бар ғой, 3 пен 4-ші қатар. Соның әуенін тартамыз бірінші. Дәл осылай екі қатар тарп шығамыз. Осы проигрыш болады. Одан кейін бірінші шумақты толық айтамыз, және ең соңғы екі қатарын қайталап айтуды ұмытпаңыз. Және екінші шумақты айтамыз, ең соңғы екі қатарын тағы да оны да қайталап айтасыз. Одан соң дәл осы қазір ғана ойнаған проигрышты тағы да қайталайсыз. Яғни ең соңғы екі қатарының сөзін айтпай, жай ғана әуенін домбырада ойнайсыз. Сол проигрыш болады. Ортасында міндетті түрде ойнау керек проигрышты. Одан соң проигрыш кетті, одан соң үшінші шумақты толық домбырада айтасыз. Оның да ең соңғы екі қатарын қайталап айтуды ұмытпаңыз. Қайырманың орнына осылай біз ең соңғы екі қатар қайталап айтып отырамыз. Жалпы ән өте оңай әрі түсінікті, керемет ән. Керемет отырыстарда, жиындарда, туыстарыңыздың, достарыңыздың қасында абыройлы болып домбырада осындай керемет әнді шырқап жүруіңізді тілектеспін. Мінекей, әнді жалпы үйреніп аяқтадық. Дәл қазір мен сіздерге әнді жай қағыспен және бір саусақпен тартып үйреттім. Жаңа мен басында тартқан кезде басқаша болды. Неге олай болды? Бізге басқаша үйреттіңіз деген сияқты сұрақтар туындауы мүмкін. Сондықтан айта кетейін. Тез қағыс жаңа мен былай тарттым. Яғни төмен жоғары. Осы қағысты жылдам тарттым. Оны сіз осы жай әнді бір рет үйреніп алғаннан кейін өзіңіз қайта тартып отырып тез қағысқа салып алсаңыз да болады. Ал сосын қолымда қойған кезде мен былай екі саусақтап қиын түрде тартқан болатынмын. Ал сіздерге үйреткенде бір саусақпен тартып үйреттім. Яғни тек астыңғы шектерді басу арқылы ойнадыңыздар. Өте оңай. Осы бір саусақпен тартсаңыздар ештеңеде қате болмайды. Керісінше осылай дұрыс болады, оңай болады. Егер екі саусақтап тарта алмасаңыз, осылай бір саусақпен немесе тез қағысқа да салғылмасаңыз, жай қағыспен ойнасаңыз, әннің өзі өте керемет дауыс шыға береді. Сондықтан еш уайымдамаңыз, сіздің үйренгеніңіз өте керемет. Мінекей, Шәмші атамыздың кезекті әнін домбыраға салып үйрендік. Енді келесі видео сабақта қандай әндер үйретсем болады? Өзіңіздің бұрыннан домбырада тартқыңыз келіп жүрген әндер болса, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіз. Және егер әнді толық үйрене алған болсаңыз, жаза кетіңіз. Және осы видео сабақта қандай қателіктер бар, немесе өзіңіздің алып қосарларыңыз болса, оның барлығын пікір ретінде төменге жаза кетсеңіз, мен бәрін оқып ескеретін боламын. Және ең бастысы арнаға тіркеліп лайк қоюды ұмытпаңыз. Қазақтың домбырасын осылай бәріміз қазақтардың көбісі тартса екен деймін. Солайша мен осылайша жеңіл тілмен ютубта барынша кең тегін сабақтар үйретіп жатырмын. Көптеген адамдар домбыраны тарта алса екен деймін. Тегін тұрған видео сабақта достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше арнадан алыстамаңыз, сау болыңыз.